Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен шиеден компот дайындаймыз. Алдымен банкаларымызды жақсылап жуып, стерилдеп аламыз. 120 градуста 15-20 минут ұстадым. Мінеки шиелерді жуып дайындап қойдым. Менде аз ғана шие болғандықтан 3 литрлік 2 банкіге жабайын деп жатырмын. 2 кастрюльге таза суды құйып, қайнатамыз. Қақпақтарды да осылай стерилдейміз. Енді дайындап қойған шиемізді банкаларымызға бөліп саламыз. Айтқанымда 2-3 литрлік банкыға бөліп салып жатырмын. Әр банкының шамамен 3/1 бөлігін шиемен толтырамыз. Енді әр банкіге 2 толық стақан қант саламыз. Енді қайнап тұрған суды банкының бетіне дейін толғанша құямыз. Дәл солай екінші банканы да толтырып, қайнаған суды құямыз. Банкының қақпақтарын осылай бетіне жай жауып қойып, сәл суығанша 30-40 минуттай күтеміз. Менде 40 минуттай уақыт өтті. Енді банкадағы суды кастрюльге кері видеода көрсетілгендей құямыз. Кастрюліміздің қақпағын жауып, тағы да қайнатамыз. Енді дайын қайнап тұрған шарбатты банкаға қайта құямыз. Бұрағышпен банкының қақпағын жабамыз. Қақпағы жабылған банкаларды осылай төңкереміз де, оның үстін көрпешемен жауып қоямыз. Компот біртіндеп толық суығанша осылай жабық кете тұруы қажет. Мінеки менде 1 күннен аса тұрды, енді компотымыз дайын. Рецепт ұнаса, лайк басып арнама тіркеліңіздер.